Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, мерекелік дастарханыңызға сән беретін керемет салаттың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Салатымыз өте дәмді, тойымды және өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ет, сәбіз, жұмыртқа, тұздалған қияр, картоп және қызылша. Барлық заттарды алдын ала жуып, тазартып, қайнатып пісіріп алдым. Сонан соң үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Ет пен тұздалған қиярды майдалап, текшелеп, турап дайындап алдым. Бұл салаттың ерекшелігі: қабаттап жинайтын боламыз. Ол үшін бізге ыдыс қажет болады. Тамақ ішетін кесені пайдалансаңыздар да болады. Ең бірінші етімізді салып, үстінен майонез жағып, бетін тегістеп жағып аламыз. Сонан соң үстінен піскен сәбізімізді саламыз. Үстін басып қасықпен бір тегістетіп жағып аламыз. Сонан соң үстінен майонез жағамыз. Майонезді де тегістеп, барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Сонан соң аскөк, яғни укропты тек шеттеріне ғана жайғастырып аламыз. Сонан соң үстіне үккіштен өткізілген жұмыртқаны жайғастырамыз. Үстінен шым-шым тұз сеуіп қойыңыздар. Сонан соң майонез жағып, бір тегістеп аламыз. Келесі кезекте бізде тұздалған қияр. Оны да бір тегістетіп, барлық жеріне жайғастырып шығамыз. Тұздалған қияр салатымызға ерекше дәм береді. Сонан соң келесі піскен картоп. Оны да салып, тегістеп жайғастырып, үстінен майонез жағатын боламыз. Достар, барлық құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Майонезін жағып тегістеп болған соң, соңғы қабат бізде қызылша. Қызылшаны да салып, тегістеп, бірдей етіп жайғастырып аламыз. Сонан соң үстіне тарелкамызды қойып, аударамыз. Ақырындап ыдысты алғанда салатымыз формасын жақсы ұстайды. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Достар, егер видео пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын!